Настоящий джентльмен екен. Рахмет, классно. Мен баламда бересің, туған күнің. Әне, бүкіл асық айтпән. Жүзіндегі күшті ғой. Вау, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Дәл осы тәтті видеодан кейін Тұрсынбек Қабатов өзінің отбасымен фото жариялады. Белгілі әзілкеш актер Тұрсынбек Қабатов әлеуметтік желіде балалармен бірге түскен суретін жариялап, өзін тағы да көрсеткен болатын. Айта кетейік, соңғы кездері ел арасында Тұрсынбек Қабатов пен жары Мөлдір Мұқанованың ара қатынасына байланысты түрлі қауесеттер тараған болатын. Желі қолданушыларының арасында белгілі әзілкештің жұбайынан ажырасып, екінші әйел алғаны жөнінде бейресми ақпараттар қызу талқыға түскен етін. Сол бойынша қазір кезде нақты деректер әлде жарияланбады, бірақ та Тұрсынбек Қабатов өзінің отбасымен түскен фотосын желіде жариялап көрсеткен болатын. Ал келіншегі Мөлдір Мұқанова отбасымен бірге Түркістанға серуендеп, кішігірім ел туризміне өз үлестерін қосып, елімізде аралап жүріп қайтқандары туралы видеоға өзінің Инстаграм желісінде бөліскен болатын. Сырым көңіл қалай? Өте керемет. Қайда кеттік? Түркістанға. Өзіміздің отандық туризмді Жемчужина Евразия. Да, насихаттаймыз. Өзіміздің Елигай қарай ғой. Елигай? Сұлу қыз папа сияқты өзі. Және Добро пожаловать в город Туркестан. Welcome to Turkestan. Мына жақтың ауа райы Египет. Я демек. Құрметті достар, келген себебіміз тағы да қайталап өтейін. Караван сарай бізді қонақ қылып жатыр. Біздің отбасымызды қонақ қылып жатыр. 3 күн біз Түркістандамыз. Осы жердің әдемі жерлерімен таныстыратын боламыз. Көбісі келген болар, келмеген адамдар да бар. Көп ақпарат беретін болады. Стойте. Қандай ән деп ойлайсыздар? Қаттырақ! Екеуміздің сөздер, бірге жүрген кездер арамызда қалсын. Сен үшін бақытты отбасы деген не? Кешегі күннің өте ғажап өткен соншалықты история салып үлгермей жатырмыз. Түсіріп, міне Түркістан бізді еркелетіп жатыр дедім ғой жаңа. Бұл гүл қайдан келді? Барлығын жеке дара тоқталып өтемін. Түркістанға мың алғыс. Таңертең. Біз бүгін Айым екеуміз таңертеңнен бірге жүрміз. Так классно, когда у тебя есть сестренка, не надо даже париться, где встретимся, анау деп, сразу вместе накрасились, сразу вместе выехали, кофе, позавтракали, енді қазір бірге массажға барамыз. Сөздері Мөлдір деп айтып отырғандарыңыз өздеріңіздің жақсы көретін Тұрсынбектің 5 баласының анасы Мөлдір ғой. Былтырғы жылы мен де осы Мөлдірге қатты зам келіп, ана ақын қыз Айшолпанды қорғап шықтым ғой. Біраз сөздер айттым. Содан кейін сараптап келіп, ақыл артынан келеді көп нәрселерді қарасам, мен қатты кеткен екем. Шынымды айтсам, Мөлдірді қазір көрем ғой, бір жерлерде көрген кезде үнемі барып қасына соны айтып бір құшақтап алғым келеді. Себебі мен көрген кезде байқап отырамын, ол көп нәрсені мына әйел адам біз түсінеміз оны. Себебі біраз әңгімелер айтылып жатыр, Тұрсынбек басқа әйел алып кетіпті деп. Жарайды, ол өмір, ол тағдыр. Барлық жағдайда мен де сондай нәрседен өттім ғой басымнан. Бала таппадың деп сені инвалид сияқты тастап кеткен кезде, мысалға күйеуім, мен бір өліп тірілдім депсем артық айтпаймын. Ал бұл жерде ұл десе ұлын, қыз десе қызын тауып беріп отырған кезде осындай жағдай болады деп кім ойлады? Ешкімнің басына бермесін, бірақ Мөлдір өте мықты келіншек.
мен көріп жүрген кезде байқаймын. Сонда бұл былтырғы жылдары болсын, қай кезде болсын, әбден мына ішінде алай-дүлей болып жүрген кездер екен ғой. Сондықтан мен шынымды айтсам, енді Мөлдірден сол кездегі айтқан сөздеріме кешірім сұраймын. Өзінен де сұраймын ғой кездескен кезде, бірақ үнемі бір сондай бір жерлерде кездесіп қалам, айтайын десем. Негізінде ол өте қарапайым, еңбекқор қыз. Және әр адамның енді қылықтары болады ғой, өзінің бір бөпелер сияқты қылықтары болады, кішкентай еркелейтін бе, анасынан ерте айырылдым дегені бар. Сондай нәрселермен оған сынай беріп, қазір жығылғанға жұдырық қылғандай болмаңыздар. Тұрсынбек те бақытты болсын, Мөлдір де бақытты болсын, кім болса да оны елге теріс бір нәрсе көрсетіп жатпаса, ол адамдарды табалаудың қажеті жоқ. Ең бастысы оғаш қылықтар, басқа нәрселер жасаса, ол дұрыс емес. Мен мысалға былтыр Айшолпанды қандай қорғап шықтым, былтыр малдың жылма есімде жоқ. Бірақ қазір мен Айшолпанға қатты өкпелеп қалдым. Өте қатты өкпелеп қалдым. Сондықтан мен түсіндім. Адамдардың жылтырағаның бәрі алтын емес екенін түсіндім. Сондықтан көп нәрсені түбіне тереңінен жету керек екен. Табалай бермеңіздер. Мөлдір өте жақсы адам. Тұрсынбек те жақсы жігіт. Бәрі жақсы. Болып жатқан қателіктерін уақыт келе түсінеді деп ойлаймын. Астанаға келдік, ағайын. Күшті, бізді жұлдыз қарсы алып жатыр. Ой, Я скучала. Я тоже скучала. Ал Басалка өзінен аумайды, сіңірің ба деп. Вау, зырылдап бара жатыр. Ой, что не? Готова, мама. Эй, отыр. Не деген дауыс шығып. Сызлап видео тұрғандығы айтайын, балаға енді. Сонда енді мама деген енді. Осылай мамалар. Мамы меня поймут. Сызлап, бірінші бір құрттым бәрін.